Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақ IPO жайлы болады. Мен IPO дегеніміз не? Бұл ағылшын тілінен аударғанда Initial Public Offering. Акцияларды бастапқы орналастыру, яғни компания бірінші рет акцияларын шығарған кезде биржаға шығармай тұрып, бірінші алдын ала осы IPO жобасымен сатады, бастапқы бағасын қалыптастырады деуге болады. IPO-ға қатысқан кезде нені білу қажет? Қалай қатысамыз? Борыштық жүктеме, компанияның борыштық жүктемесін көріңіз. Ол дегеніміз не? Бұл дегеніміз, мысалы, компания даму үшін емес, қарыздарын, шығындарын, берешектерін жабу үшін акция шығарып жатқан шығар. Соған мән беру қажет. Соны бірінші тексереміз, қандай қарыздары бар, болмаса қандай стратегиялық жоспарлар бар, және сол стратегиялық жоспарларын іске асыру үшін шынымен де осындай акцияларын шығарып жатыр ма, соның бәрін тексеру қажет. Және компания капитализациясы. Компания капитализациясына көп мән беру керек. Егер компания өте үлкен болса, капитализациясы миллиардтардан асып жатса, IPO атуы екіталай. Мысалы, себеп күмән, жаңа IPO-ға қатысушылар күмән тудыруы мүмкін. Және биржаға екінші себебі бұл капитализацияның. Капитализациясы үлкен болған сайын әрбір акцияның бағасы да қымбаттай түседі. Және яғни ол кейбір IPO-ға қатысушылар үшін келеңсіздік тудырады. Баға жоғары болып тұрады, және соны олай жоғары бағамен алғысы келмейді. Екінші, downroad дейді. Downroad ол негізі жаңағы компанияның капитализациясын санаған кезде, оны санайтын мамандар негізі андеррейтерлер деп атайды. Олар барлық есептеп, компанияның басындағы ашылғаннан бастап қазіргі кезіне дейін барлық есептерін шығарып, капитализациясы қанша, қандай активтары бар, және қандай қарыздары бар, соның бәрін санай отырып, бір акцияның бағасы қанша болатынын соны санап есептеп шығарады. Кейде сол андеррейтерлер кішкене қателесіп жатады. Сондықтан да сіз мысалы 2 апта бұрын IPO-ға қатысуға заявка, мысалы, тапсырыс беріп қойдыңыз, ақшаңызды төлеп қойдыңыз. Ол кезде акцияның мысалы бір бағасы $100 болса, жаңа қателіктердің кесірінен қайтадан перерасчет дейді ғой, қайта есептеу кезінде оның бағасы 70-ке түсіп кетуі мүмкін. Және әрине ол түсіп кеткен бағаны басқа да мысалы қатысушылар ол IPO-дан шыға бастауы мүмкін қорыққаннан. Сондықтан да бұл IPO соңында жақсы, удачный IPO болмай қалуы мүмкін. Соған да қатты мән берген дұрыс. Сосын түсімдердің өсу қарқыны дейді. Мысалы, компанияның соңғы 4 жыл, 5 жылдың арасындағы капитализациясын есептейміз. Ол қанша болды, жыл сайын қалай қанша пайыз көтеріліп жатыр, таза табыс түсімі немесе обороттары, соның бәрін есептеп, егер сізге сол өсімдер ұнап жатса, әрине оған қатысуға болады. Өсімдері онша емес, немесе бір күмән тудырып жатса, онда әрине ол да өзіңіздің шешіміңіз. Негізі ондай күмәнді IPO-ларға қатысудың қажеті жоқ. IPO саласында негізі 3 түрлі басты терминдер бар. Олар аллокация. Бұл IPO-ға қатысу кезінде инвестордың өтінімін қанағаттандыру пайызы. IPO өтінімдері ешқашан жоғарғы сұранысқа байланысты 100% орындалмайды. Мысалы, сіз $1000 беріп, мен 10 акция аламын десеңіз, сізге тек қана 7 ғана акция беру мүмкін. Яғни 70 ғана пайыз. Өйткені ол IPO-ға қатысушылардың саны көп, ал IPO-ға бөлінген құнды қағаздардың саны шектеулі. Және сол шектеуге байланысты бұл жерде сіздің 100% алам деген құнды қағазыңыз тек қана 70%-ға ғана қанағаттандырылуы мүмкін. Сосын локап кезеңі.
инвестор IPO-да сатып алынған акцияларды 90 күннен 270 күнге дейін уақыт кезеңі сатуға құқығын шектейді. Мысалы, сіз бүгін IPO-ға қатыстыңыз, IPO бітті, сонымен сіз ертесіне биржаға шығып сата алмайсыз акцияны. Себебі сіз бүгін бір бағамен алып, IPO-ның негізі IPO-да биржадағы қарағанда бағасы бәрібір төмен болады. Сондықтан сіз ертесіне шығып сататын болсаңыз, әрине өзіңізге жақсы, бірақ бұл акцияның немесе жаңағы эмитенттің, компанияның бағасын түсіріп жібереді. Өйткені сондай сатушылар көбейіп келеді. Сондықтан да сіздерге шектеу қояды IPO-ға қатысқан кезде 90 күн мен 270 күннің арасы. Және бұл жерде форвардтық келісімшарт деген бар. Ол инвестор мен брокердің арасындағы келісімшарт. Мысалы, сіз бір ай күттіңіз, негізі сізге 3 ай берді, мысалы 90 күннен, минимально 90 күн берілді. Бірақ сіз бір айдан кейін биржада қарасаңыз, жаңағы акциялардың бағасы 2 есе, 3 есе бағасымен сатылып жатыр дерлік. Және сіз өзіңіздің акцияны сатқыңыз келеді. Сонымен сіз брокерге жүгінесіз, келісімшарт жасайсыз, және локап уақытын ерте алып тастай аласыз. Ол форвардтық келісімшарт деп аталады, және ол жерде брокер өзінің комиссиясын алып қалады. Ол комиссия 5%-дан жоғары болады. Орташа 5%. Егер акцияның бағасы тым қатты жоғары болып сатылып жатса, биржада, әрине 5 емес, 10%, 15% болуы мүмкін брокердің ұстап қалатын комиссиясы. Компаниялардың IPO-ға шығу себебі, ол басты себебінің бірі ол ақша, әрине, бұл миллиондаған инвесторларды тарту арқылы қазынасына біраз көптеген ақшаларды тартып шығарып алады. Екінші себебі ол бедел. Егер бағалы қағаздар белгілі биржада тізілімде, онда компания жақсы тізілімде болса, онда компания жақсы қаржылық көрсеткіштерге ие болады. Ал үшінші себеп ол даңқ, жарнамалау және науқан кезеңінде және үлкен сондай биржалық индекстердің арасында сіздің компанияңыз өзінің атақты бір орнын алып тұрады. Төртінші себеп ол мөлдірлік. Акционерлік қоғамдардың қызметін реттеуші органдар бақылайды. Соның арқасында компания жоғары рейтинг алады. Мысалы, акционерлер көп болған сайын, мысалы, кез келген акционерлік қоғамда барлығын тәуекел жаңағы әрбір есептерін әр күн сайын санап, оның бәрін қай жаққа қанша ақша жұмсалып жатыр, не үшін жұмсалып жатыр, және қандай кірістер кіріп жатыр, және қандай салық төленіп жатыр, оның бәрін есептерде кәдімгі публично дейді ғой, осы барлық борышкерлердің алдында солай есеп беріп отырады. Бесінші себеп ол акциялардың өздері, бизнес иелері бәсекелес компаниялардың өзіне сатып алған кезде, немесе жоғары білікті мамандардың еңбегін ақы төлеген кезде компанияның акциясымен төлей салады. Немесе банктан кепіл қойып, сол акцияларды несие алады. Мысалы, менде бәсекелес бар, мен акционерлік қоғамын, мен өзім акциямды аламын, мен бәсекелесіме 20%-ын ұсынамын. Мен саған 20%-ын берем, ал сен өзіңнің компанияңды менің компанияма қосасың деп. Егер қосылса, әрине, мен 20%-ын бөліп беремін, және мен орнына басқа компанияны өзімнің компанияма сіңіріп аламын былай. Біріншіден бәсекелестен құтыламын, екіншіден ол деген расширение дейді ғой, үлкейеді компания. IPO-ға қатысуға тәуекел бар. Бұл акция сатып алғандардан да сәл жоғары болу керек. Себебі сатып алғаннан кейін IPO-ңызды, мысалы, бірнеше айлар немесе жылдарға дейін IPO-ның бағасы сіз ойлағандай бағаға көтерілмей қалуы мүмкін. Ол
ондайлар жиі болып тұрады, бірақ көп емес. Көбінесе жақсы аналитика жасап, дұрыстап, жаңа мен жоғарыда атап өткен аналитика жолдарының бәрін дұрыстап бақылап, сіз қадағалап, сосын кіретін болсаңыз, кез келген акциядан жоқ дегенде біресе пайда табу, жақын арада, жақын мезгілдің арасында жақсы біресе пайда табуға болады. IPO-ға қатысу үшін кіру тарифі $1,500 басталады. Және сіз жаңағы $1000-ға, яғни кірсеңіз, 10 акция заказ берсеңіз, тапсырыс берсеңіз, оның 70%-ын жаңағы атап өткендей қанағаттандырылса, 30%-ның ақшасын қайтадан сіздің шотыңызға брокерлер аударып береді. Сол IPO-да жалпы білетін, жалпы басты сұрақтар осылар. Оның бәрін қазір біз талқыладық. Негізі IPO деген өте бір керемет жақсы дүние. Өйткені бастапқы баға әрқашанда сіздің жаңағы биржадағы бағадан төмен болады. Сол үшін сіз жақсы, если компанияға жақсы сеніп тұрсаңыз, сол компанияның акциясын осы IPO арқылы алып алсаңыз, оның кейін локап уақыты біткеннен кейін жарты акциясын, мысалы 100 акцияның 50 акциясын сатып жіберіп, өзінің жаңағы IPO-ның салған ақшасы $1000 болса, соны қайтадан шығарып алып, қалған акциясы сізде өсімде тұра беруі мүмкін. Осындай жобалармен IPO-ға тек қана қатысатын инвесторлар өте көп. Портфельдерінде IPO-ның жобалар өте көп. Бұл бір жағынан тиімді, бір жағынан сіздің жаңағы акцияларыңыздың санын көбейтудің бірден бір жолы осы. Сонымен назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламат